Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің нұсқауына сәйкес, ағымдағы жылдың 24-26 қазан аралығында Түркістан облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы отын энергетика жедел профилактикалық іс-шарасын өткізуде. Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы күрес басқармасының қызметкерлері бірлесіп тексеріс ұйымдастырып, кенттердің бірінде жанар-жағармай материалдарын заңсыз сатумен айналысқан жергілікті тұрғынды анықтады. Полицейлер сезікті әйелдің дүкен қоймасынан түрлі контейнерлерге құйылған шамамен 500 литр бензин мен резеңке шлангты айғақты зат ретінде тәркіледі. Сондай-ақ жедел уәкілдер дәл осы күні Сарыағаш ауданында орналасқан қараусыз жанар-жағармай бекетінде мұнай өнімдерін тиісті құжаттарсыз заңсыз сақтау және сату дерегін анықтады. Аудан тұрғының тәртіп сақшылары 5 тонна дизель отыны бар цистернаны тәркіледі. Бұдан бөлек жанар-жағармай материалдарын заңсыз сатудың жайттарын Созақ, Түлкібас және Келес аудандарында анықтады. Полицейлер аталмыш отын энергетика жедел профилактикалық шарасы аясында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 197 бабы 1 бөлігі бойынша 6 жайтты тіркеді. Заңсыз айналымнан 7 тоннаға жуық жанар-жағармай, оның ішінде дизель мен бензин алынды. Қазіргі уақытта барлық анықталған жайттар бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Полицейлер мұнай іс-шараларын өз жалғасын табатынын жеткізді.